Өткенге неге алаңмын, артыма неге қарадым, қай жерге жетіп тоқтармын, елуден асып барамын. Елуден асып, елуден асып, елуден асып барамын. Елуден асып, елуден асып, елуден асып барамын. Рахмет, бәрекелді, қайырлы кеш, құрметті қонақтар, ардақты ағайын, мәртебелі меймандар. Мына бірліктің бір атаның баласындай болып, бес саусақтың саласындай болып, жақсы тілекпен, жол жүрекпен бүгінгі осы өлеттің қуанышына жайылған мына бір даладай дастарханның басына жайғасып болсаңыздар, құрметті ағайын, құтты орындарыңызға қонсаңыздар, ертегінді кеш қылмай, бүгінгі той иелерінің ерен еңбегін еш қылмай, әдептен аспай, уақыттан озбай, алатаудай тілектеріңізді, алақандай жүректеріңізге сыйдырып келгендеріңіз үшін бүгінгі той иесінің атынан рахмет айта отырып, бүгінгі тойды бастауға рұқсат етіңіздер ағайын. Той құтты болсын. Ал енді құрметті қонақтар, қазақ айтады, қол бастау қиын ба, сөз бастау қиын ба дейді. Бүгінгі мына елуге келіп атқан Ерген ағамыздың осы бір тойын басқару менің маңдайыма жазып тұр екен. Қазақ айтады, амандасу, адамшылық амандасудан басталады деп. Сәлем сөздің анасы болады айқын, қазағым оны жөнден бағалайтын. Аманбысың, армысың, ардақты елім, ақынға қабақ шытып қарамайтын. Өздері сөйлегенде қалжыңдасып, сөздері сүйегіңді жаралайтын. 30 күнде ұлан-асыр тойын жасап, 40 күнде қызығы тарамайтын, той десе қубасы томалайтын, ассалаумағалейкум ағайын деп сіздермен амандасамын. Той құтты болсын. Рахмет, олай болатын болса, құрметті қонақтар, бүгінгі той иесін ортаға шақырмай тойымыз басталмайтыны бесенеден белгілі. Олай болатын болса, мүмкіншілік болса, орнымыздан тұрып, мойнымызды бұрып, жақсылап қолымызды соғып, бүгінгі Ерген ағамыз отбасымен ортаға қыздарының ән шашуымен той төріне шақыруға рұқсат етсеңіздер ағайын. Той құтты болсын деп ортаға шақырайық. Алладан кейінгі шеберім, жан-әке жан жүрегім, самғасам күш қуат демедім, сүрінсем терегім, қалдырмас аязға ызғарға, алыбым асқар тауым, жан-әке қасымда сіз барда, арайлы әр таным, әр қашанда биік көретін мен басқадан.
Бәрекелді қыздарына бір болса қошеметтеп қойыңыздар. Отырмай тұра тұрыңыздар, құрметті ағайын. Рұқсат болса, бүгінгі ерген ағамыздың елуге келген қадамы сәтті болсын ағайын. Қиялдары тәтті болсын, ошақтары отты болсын, шаңырақтары шатты болсын, той төріне шығып тұрған бүгінгі әрине той иелеріне осы ағайынның қошеметі қатты болсын деп бір қошемет көрсетіп қойыңыз ағайын. Рахмет. Елі құтты болсын аға. Рахмет. Сіздерге рахмет, үлкен бастарыңызды кішірейіп тұрғандарыңызға. Енді отырыңыздар. Құдай қаласа, қазір аңырақ деді, бірақ тұрасыздар, құрметті ағайын. Мына бүгінгі той иесінің әрине Кілемқасқа осындай алтын менің қарындастарым, осы ерген ағамның қыздары мінекей тамаша әніменен, сәніменен бүгінгі әрине анасы мен әкесін тойдың төріне шығарып жатыр. Қазақ айтады, ұлың болса түтінің, қызың болса күтімің дейді. Құдайға шүкір бүгінгі той иесінің ұл қыздарына бір қол соғып бір қошемет көрсетіп қойсаңыздар ағайындар. Рахмет бәрекелді. Дегенмен құрметті қонақтар, жаңбыр менен, жер көгерер, бата менен, ел көгерер деген ағайымыз ағайын. Қазақ айтады, көсегеңнің көгеруі бұл үлкендердің батасы дейді. Көрпелеріңіздің ұлғаюы бұл үлкендердің батасы дейді. Рұқсат болса, қадірлі ағайын бүгінгі тойымызды ауылменде бақ-батаспен ашып қалдырған бүгінгі той иесіне құрметті ағайындар батасын бүгінгі тойымыздан бастап қалдырған мына тойымыздың төрінде әрине ортаға шақырайын, әйті атамызды шақырайын. Бүгінгі тойға ауылменде бата берсеңіз. Келіңіз ата. Еңбекпен тапқан қолыңнан іштен шыққан баларды қайықна тапқан алтыннан ақсақал берген бата күттейді ағайындар. Аумин деп алақан жайып атамыздан бүгінгі тойға бата сұрайық. Аумин! Ассалаумағалейкум. Бүгін ерген баламыздың туған күні 50 жасы дейді балам. Бұл жақсы жас. Нағыз ердің жасы. Балаларды айтып жатыр ғой. Әкем жақсы адамсың. Ешкім не olmaydı. Осы торынан тайма. Бұл қатарының алды болып, өмір жасы ұсақ болып, денің сау болсын. Балаларың жақсы жалп болсын. Не дейміз? Дейтін. Оңының құтты болсын, денің сау болсын. Қыдыр атам қотасын, денің сау болсын. Аумин, рахмет бәрекелді. Аллада тұра тұрыңыз да еліңізға осы әулеттің атынан шапан болсын. Тұра тұрыңыз ата. Мінекей, бір болса қошемет көрсетіп қойыңыздар. Шапаныңыз құтты болсын. Рахмет дастарханның басына жайғасыңыз. Рахмет бәрекелді. Ал енді құрметті қонақтар бүгінгі тойға Аумин деп атамызды алдық. Дегенмен де құрметті қонақтар бүгінгі тойларыңыз құтты болсын.
Ал енді мына жаңғанада той құтты болсын. Бұл енді қазақ айтады ғой, той сіздікі, той менікі емес, той ағайынға ортақ той дейді. Сондықтан да мына Тыныштық апа құтты болсын. Бұның бәрі мына сіздердің арқаларыңыз. Қазақ айтады, құрметті қонақтар, бүгінгі осы тойымыздың төріндегі тұрған ардақты ағайындар, атасы аңызға айналған, анасы абызға айналған, азаматы аттан, қазан оттан түспеген құрметті қонақтар, осы өңірге есімдері белгілі құрметті ағайындар, бүгінгі Дүмшебаевтар әулетіне бір қол соғып, бір қошемет көрсетіп қойсаңыздар. Тойларыңыз құтты болсын. Суретке түспеңіздер. Енді дастарханның астына жайғасыңыздар, бүгінгі тойларыңыз ең тойға ұласын, құрметті қонақтар. Ал енді құладарыңыздағы астарыңыздан, дәмдеріңізден алып отырыңыздар. Тоқ адам тамашаны жақсы тамашалайды дейді ғой. Сондықтан да мына құрметті қонақтар, ас адамның арқалы дейді, бүгінгі тойға мінекейлеріңіз ас қойды, екі қолды бос қойды дейді. Сондықтан да бүгінгі тойыңызды бір тамаша әнімізбен ашуға рұқсат етіңіздер. Қазір енді ортаға қазақтың енді даласындай дауысы бар, таңдайына бұлбұл ясалған әнші бауырларымыз, әнші балаларымыз, елдарды бүгінгі тойдың төріне шақырып, екеуміз бүгінгі тойды тамаша әнімізбен ашып беруге рұқсат етіңіздер. Той құтты болсын, жеңістегі ағаларымыз. Ел жасы құтты болсын. Енді ән айтсаң да жаның жеп айтасың дейді ғой. Осына бүгінгі тойымызда халық әні, айналайын халық әні, қазағымызға танымал деп осындай тамаша әнмен ашып жатқан жағдайымыз бар.
Енді рұқсат болса, қадірлі ағайын, жалпы енді баршамыз осы алыстан арбалап, жақыннан дорбалап, осы бүгінгі тойымыздың шырмауын шеріп келіп отырған қадірлі ағайын, мына келіп отқан осы бір қадамдарыңызға гүл тілеген ниетпенен, мына біздің міндет, мінсіз қызметтеп, бүгінгі қуанышымызды осындағы мына тойымыздың төрінде өткен әрине ардақты ағайындар, қазақ айтады, әке асқартау, ана бұлақ, бала жарасында құрақ деп, жалпы осындағы Жәнген атамызды, Тынышгүл апамызды шақырайық. Және де осындағы, осы тойдың басында, осы ата-аналарымен бірге, мына рұқсат болса, қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, мен ордаға бауырларына қосқым келіп отыр. Келсеңіздер, Асыл, Талғат, Болат, Айгүл, Қанат, Жанар, Кәмшат атты жалпы осы әулеттің атамыз бен апамыз бастап бауырларын шақырайық. Келіңіздер, қол соғып қошеметтеп, тамаша тілекті бастайық. Рахмет, бәрекелді. Ерген ағам қайда екен? Ерген аға қайдасыз? Келіңіз. Енді мына бүгінгі осы әулетте болып жатқан той құтты болсын. Мына құрметті ағайындар, енді рұқсат болса, ана оқылмаса кітап жетім, тыңдалмаса сөз жетім деп жатамыз ғой, қадірлі ағайындар. Енді осы мына тойымыздың төріндегі шығып тұрған осы мына Ерген ағамыздың ата-анасы мен жалпы бауырлардың осы тойдың басында жақсы бір тамаша тілектермен бастап берсе, бүгінгі тойымызды тамаша тілекпен ашып берсін деген ниеттеміз. Той құтты болсын. Ана айтқан екен, анадан бұрын қыз туған, дәмнен бұрын тұз туған, істен бұрын жол туған, осының бәрінен бұрын сөз туған деген қалып қыз ағайын. Енді рұқсат болса, мына Жәнген ата тойымыз құтты болсын. Енді тамаша тілегіңізді бастасаңыз, тізімді өзіңізге берейін. Құрметті көпшілік, құрметті құдалар, Ергеннің қатарлары, көршілер, ауылдастар, ағайын туыстар. Мына той құтты болсын тағы. Той-тойға болсын. Мына Ергеннің, енді менің бағымыз, апасының баласы аса маған бағынбайды, енді бағынбайды. Апасын ұмытты қойдым кішкене. Ал енді айналайын Ергенім, мына тойларың құтты болсын, той-тойға ұласын. Осы көрінген балаларымның қызығын айналайын. Өзім көзімнен жасына отырмына арбен жүргеніне. Құдайым менің де бір жан қалды ғой енді. Құдайлар не болады? Енді бақытты болып, Айгүл екеуін қолыстасып, тұтайтасып жүре береді. Енді жақсылық бола берсін, бәріңізде де осындай той болсын. Той бола берсін, Ерген той құтты болсын Айгүл. Ал. Алдына жиналған көпшілік барлықтарыңыз Ергеннің мінекей мерей тойына жиналып келіп отырғандарыңызға ризамын. Көп рахмет. Барлықтарына осындай жақсылық, балаларыңды өсіріп, жақсылықтарға жете берулеріңе тілектеспін. Ал Ерген айналайын, мінекей өмір жасың ұзақ болсын, денсаулық болсын ең бірінші. Осы көрінген балаларымның қызығын көріп, ұлыңды ұяға, қызыңды қияға қондырып, рахатын көре бер. Мына біз ұсақ, біз сендердің рахаттарыңды көріп отырмыз ғой, мені балалардың рахатын көріп отырмыз, міне Аллаға шүкір.
Солай болып сендер де осы көрінген бала шағаңның рахатын көр, айналайын. Денсаулығың болсын. Тілектеспіз соған. Барлықтарыңыз жақсылықтарға жете беріңіздер. Тойда жақсы отырыңыздар. Көңілді. Ал ерген астыңа бір дәу ат. Ендігі 60-қа келгеніңізде мәжілеміңізде енді бір жолы ат. Дәу ат болғандығын. Сол атты мініп ер тоқыммен болады. Соның үстін. Ал жиналған қауымға тойларыңыз құтты болсын. Тәте, мама, сіздердің де тойларыңыз мына. Ал ерген 50 жасың құтты болсын, 50 жас, 50 жас дейді. Бақытты бол сендер де. Не деймін, мына Айгүл екеуің бақытты болыңдар, денсаулықтарың зор болсын. Көрінген бала шағаларың қызығын көріңдер. Не деймін, денсаулық болсын, ең бастысы. Тәте, мама, мына бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. 73-тер бүгінгі мына тойларың құтты болсын. Сендердің де тойларың ғой, 50-ге толып жатсыңдар. Тойларың құтты болып, тойдан тойға ұласа берсін. Аман-есен болыңдар. Ал не дейміз енді, ерген бауырым, мына бүгінгі 50 жас мерейтойың құтты болсын. Өмір жасың ұзақ болсын. Аман-есен болып, мына бала шағаңның ортасында күліп ойнап, Айгүл екеуің ұлдарыңды ұяға, қыздарыңды қияға қондырып, осылардың қызығына тоймай екеуің шапқылап жүре беріңдер. Бастарыңа бас қосылсын, жастарыңа жас қосылсын. Біз тек осы шаңырақтарыңа тек жақсылыққа, қуанышқа, тойға келейік. Әрдайым тек жақсылық болсын, той болсын. Айтпақшы, бауырыма мына подаркым бар еді, соны табыс етуге рұқсат етіңіздер. Қол соғы қошымен көрсетіп қойып ардақты ағайындар. Мына құтты болсын ерген аға. Мына үстіңіздегі куртка, морық, бейшаққа бір тайдың ұнына барып қалар еді. Рахмет, бәрекелді, асықпаса келіп соқпайды еді. Мына жеңешемізге де иығынан жауып атыр, құтты болсын. Ал құрметті қауым жиналған, бүгінгі той құтты болсын. Тәте, мама, бүгінгі тойымыз құтты болсын. Айгүл, ерген жас тойларың құтты болсын. Не дейміз, ерген, саған өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Денің сау болсын, аман-есен бол. Бала шағаңның рахатын көр, қызығына тойма. Айгүл екеуің бір жастықта қартайыңдар. Басқа не деймін, тек денсаулық деймін ағама. Аға, тойың құтты болсын, 50 жасың. Ағама сыйлығым бар, 1000 теңге ақша сізге. Ал құрметті қауым, тойларыңыз құтты болсын. Тәте, мама, мына балалардың туған күні құтты болсын. Дейміз мына, аға, туған күніңіз құтты болсын. Жеңгеңіз екеуіңіз бақытты болып, жақсы өмір сүре беріңіздер. Ал тойларыңыз құтты болсын. Құрметті қауым, тойларыңыз құтты болсын. Тәте, мама, балаңыздың туғаны құтты болсын, 50 жас. Денсаулығы мықты болсын.
Sonra zor denсаулық тілеймін. Ал ата, апа, мынау аға, жеңге 50 жас тойларыңыз құтты болсын. Сіздердің шаңырақтарыңызда әрқашанда той болсын. Ұлдарыңызды ұяға, қыздарыңызды қияға қондырып, сіздердің шаңырақтарыңыздан тек жақсылық кетпесін. Тойларыңыз тойға ұласа берсін. Ерген аға, туған күніңіз құтты болсын. 100 жасаңыз, ұл қыздарыңыздың қызығын көріңіз, немере сүйіңіз, тойларыңыз тойға ұласа берсін, құтты болсын. Мына рахмет тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгінгі енді әулеттеріңізде болып жатқан тағы да мына той құтты болсын. Енді қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, осы бүгінгі осы Жәргенадан бастап, апамыз бастап, мына бауырлар бастап бүгінгі тамаша тойды тілегімен ашып беріп жатыр. Дегенмен де құрметті қонақтар, ана айтқан екен, хан баласы ханға ұқсар, биік шыңға ұқсар, би баласы биге ұқсар, алты қанат үйге ұқсар, бай баласы байға ұқсар, байлау тұрған тайға ұқсар дейді. Енді байдың баласы болып жарасып қалдыңыз, анда басыңыздағы нұрғыңыз бен үстіңізде киіміңіз мінекей құтты болсын. Бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Дегенмен де әулеттеріңізден ырыс кетпесін, береке ырыс ынтымақ, есіктеріңіз жылтылап, қазандарыңыз қайнасын, той жиында бұрқырап деп бір қошеметтеп қойыңыздар. Келіңіздер, суретке түсіріп алайық. Сіздердің құрметтеріңізге ұлдар бауырларыңыздың, балаларыңыздың орындауындағы тамаша әсем ән болсын, қадірлі ағайындар. Аузыңыздан құлақтарыңыз әнде болсын ағайын.
елеген құрмет, елеген қошемет ағайын. Жалпы енді бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын, ардақты ағайындар. Қазақ айтады, өнерін бағаламаған ел ешқашан өспейді дейді. Өнер десе ішкен асын жерге қойған халықпыз ғой, қадірлі ағайындар. Енді рұқсат болса, бүгін мына ерген ағамыз осы елуге толып, қадірлі ағайындар алдарыңызға мына даладайғы дастархан жайып, таудайғы ет асып, көлге кіріп құятын сорпасы бар. Сондықтан да құрметті қонақтар, осындай хан сарайындай грант астана мейрамханасының балды бармақ аспазшыларының арнайы дайындалған қазағымыздың үлкен асы алдарыңызға рұқсат болса, күмірдіген күйімізбен, әрине сыңғырлаған сазымызбен алдарыңызға құрметті ағайын үлкен ас ет жабайын. Рахмет, бәрекелді ағайындастарыңыз, дәмді болсын, тойларыңыздағы да той боласын. Осы мына үлкен астың үстінде құрметті қонақтар, осы мына бүгінгі тойымызды тамаша биіменен, әрине буындары бұлқылдап, саусақтары сылдырлап бүгінгі тойымызды тамаша ортаға сәнін келтіретін, әрине ортаға шақырайық. Ар-шоу Зара тобы қарсы алыңыздар. Сіздердің құрметтеріңізге қазақ биі.
Рахмет. Үзілген кәсібінің олжақтары болып шақырып келген қыздарға бір қошеметтеп қойыңыздар, қадір ағайын. Рахмет, бәрекелді. Ал енді құрметті қонақтар, мына тойымыздармен бір алмастырып жалғастырып отырайық. Енді мыналарыңызға қастарыңыздан дәмдікіңізден алып отырыңыздар. Мына дегенмен де біздің міндетіміз қызмет қой. Осы мына тойымыздың төрінде отырған құрметті қонақтар, енді осы күнге дейін мына ақ кимешегін күрдетіп көрмеген осы Күлайша апамызды шақырғым келіп отыр. Және де мына Бейсен ағамыз бар. Және де құрметті қонақтар, құдаларды, құдағиларды шақырай. Дәрі бір құдағи бастаған, және де Жуаныш, Айнұр, Тоқтаргүл құдағи, Гүлшеқра, Қаржаубай, Рысгүл, Ғалия, Ерғали, және де Мейрамгүл, Бек атты құдаларды, құдағиларды той төріне шақырайық. Келіңіздер құрметпенен, қошеметпенен биле той төріне. Налдарыңыздағы достарыңыз отырып, осы тойымыздың төріндегі шығып тұрған әулеттің апаларымыз бар, құдаларымыз бар, құдағиларымыз бар. Бір ауыз тамаша тілектеріңізді, ниеттеріңізді білдірсеңіздер, тізгінді өздеріңізге берейін. Қош келдіңіздер, тағы да қадамдарыңызға гүл бітсін. Ерген тойың құтты болсын, жасы ұзақ болсын, бақытты болып, қосағыңмен қосаға бала шағаның қызығын көр, осыдан осылай қарай өнеге жақсылық болсын, үйіңде, дастарханыңда басқаны айтамын. Бәрі жақсылық айту, Құдай берсін жақсылықты саған. Сол. Құрметті құдар, тойларың құтты болсын жаным. Мына елу жасқа толып отыр екенсің, тағы да бір елуді игеріп алып кеттің. Бала шағаларыңның рахатын көріп бер. Оғыздарың көбейе берсін, немере сүйіңдер, шөбере сүйіңдер. Алла осындай қуаныштарды көп болсын. Ол қыздарының тойын тойлап, қызығына тоймай жүре беріңдер. Toylarınız kutlu olsun. Құда елу жасыңыз құтты болсын. Жасыңызға бас болсын. Қосағыңызбен қосағарыңыз. Көрінген бала шағаларыңыздың қызығын көріңіздер, тойдан той болсын. Ал ерген құда бүгінгі 50 жас мерейтойыңыз құтты болсын. Жасыңызға жас қосылсын. Бала шағаларыңыздың қызығын көріңіздер. Сіздердің үйде әрқашан біз той деп білейік, той болсын тек қана. Өсіріп отқан ұлыңыз үйленсін, келін түсірсін осы үйге ар жаулықты иман жүзді келін түссін. Не деймін, тойдан тойға ұласа берсін. Тойлар. Ассалаумағалейкум көпшілік қауым, құда-құдайлар, ерген бар. Туған болсын, елу жас ұзақ болсын, осыны тағы елу жас болсын, мына кішкентай балашқа қызыл көлемі, бұл жайлардың жестерін жете беріліп тілектес. Үлкен биіктен көрініп жүрген асылар ашына көріне берсін. Бақыт болды, жолдардың қарашына ақ болсын, тік болсын. Сосын ақы алып қойыңыздар. Ал құрметті алдымен Жәкен құда, мынау ұлымыз үлкен ұлымыз 50-ге қапты.
50 жасы құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, бала шағасының қызығын көрсін, Айгүл құдағы екеуі. Сіздер осы ұлдарыңыздың қызық рахатын көріңіздер. Ерген құда мен Айгүл құдағы өз бала шағасының қызық рахатын көрсін. Өстіп, өніп-өсіп, жақсы тойларды жасап жүре беріңіздер. Құдағи, құда сіздерге көп рахмет. Сыйлап, құдаша деп қалдырмай шақырғандарыңызға. Құданың өмір жасы ұзақ болып, тек қана осындай жақсылықта бас қоса берейік. Құда, ағайын тойларыңыз құтты болсын. Ерге Құдай бала, Айгүл құдағи, жасаған тойларыңыз құтты болсын. Өмір жасы құтты болсын. Әрдайым осы үйде тойларға келейік. Бақытты болыңыздар. Ақпен тезде мына бүгінгі балаңыздың тойы құтты болсын. Ал ерген бөлім туған күні құтты болсын. Жасыңа жас қосылсын. Балаларыңның, қыздарыңның қызығын көр, немере шөбере сүй. Тойдан той бола берсін, келін ал, қыз бер. Бәрі жақсылықты тілеймін. Өзіме де тілесем, саған соның бәрін тілеймін. Денсаулықты бол. Мына тілектеріңізге рахмет. Енді ырымшылғалыңыз ғой. Осы балаларыңыз бұйыртса алысты кәсіп етсін, талай асулардан асып етсін. Құдай қаласа, менің ерген ағамның 60 жас мерейтойында бұйыртса Алла қаласа, осылай тік тұрып сіздерге сөйлеуге Алла нәсіп етсін. Аман болыңыздар. Мына қуаныштарыңыз бүгінгі той сіздерге де жұғысты болсын. Бір суретке түсіріп алайық. Құдағилар ғой.
меймандар, енді мына рұқсат болса тойымызды әрмен қарай мына алмастырып жалғастырып отырайық. Мына елуге келіп отқан осы бүгінгі мына Ерген ағамыздың қуаныш құтты болсын деп мына біз айтатын жалықпаймыз. Сондықтан да құрметті қонақтар, мына бүгінгі осы келіп отқан қадамдарыңызға тағы да гүл бітсін. Енді мына рұқсат болса осы мына тойымыздың осы төрінде отқан біздің осы мына атамыз бен апамыздың осы жекжаттарын осы той төріне шақыруға рұқсат етсеңіздер, Әйді атамызды, Ұлжан анамызды, Гүлдана аналарымызды, Жадыра атамызды жұбайымен анар, және де Асанбай Халима, Арман жұбайымен сіздерді құрметпенен, қошеметпенен бүгінгі тойдың төріне асабаның алаңына шақыруға рұқсат етіңіздер. Жақсы бір тамаша тілектеріңізді білдіріңіздер. Келіңіздер. Ал енді қадіргі құрметті ағайын, мына Ерген ағамыз қайда екен? Көріп біліп жатсаңыздар, айдасаңыздар, мына жақта 50 жас болып бар. Bir 5 минутқа келіп кетсін. Қош келдіңіздер, қадірлі құрметті, бүгінгі осы күнге дейін осы өрлетпен алысы бар, қимастығы бар, сыйластығы бар. Осы бүгінгі тойымыздың төріндегі шығып тұрған осы атамыз бен апамыздың жалпен осы жекжаттары деп осы күнге дейін сыйластығы жарасқан, бірлігі тірлігі жарасқан, осы бүгінгі қуаныштың төріндегі тұрған, енді рұқсат болса, тамаша тілектеріңізді бастасаңыздар, бүгінгі той құтты болсын деген ниетпенен Ерген ағамға деген келсеңіз. Енді қазақ айтады ғой, той тәрбие мектебі дейді. Жалпы енді мына тойымыз болғанмен уақыт алғанның еншісінде дегенмен де құрметті қонақтар, мына қосат жегіп қусаңда жеткізбейтін уақыт қой. Сондықтан да зар етіп өтуге шығар. Сондықтан да мына Ерген ағамыз сәл болса ортаға шақырсаңыздар, осы келатыр болып бастай беріңіздер. Ал айтады. Al Ergen bana, toyun kutlu olsun, evlensin, sağ kutlu olsun. Kuday sana densallık versin, birincisi. İkincisi, bağlarına, çağırın, ömrünü uzat olsun, ömrünün yerini sağ olsun. Yakın söyleyeyim. Sağ olabilirsin, yerini olsa versin, yerini sağ olsun. Değerli Al енді ағайшы мына жасап тойларыңыз құтты болсын, Ерген 50 жасың құтты болсын, жасыңа жас қосылсын, көрген болашағын қызығына тойлай шақырып жүре беріңіздер. Әйтер жасың ұзақ болып әйтер денсаулығы мықты болсын. Сол үшін алып беріңіз. Ал айналайын Ерген, Айгүл, дендеріңіз сау болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Тек қана жақсылық тілеймін сендерге. Кішкентай көрінген бала-шағалардың өсісі, осы мамаң мен папаңның жолы берсін сендерге. Әрқашанда тойға келейік. Аман болыңдар. Осы тойға ұласа берсін. Құрметті көпшілік қауым, тойларыңыз құтты болсын. Бүгінгі елдің ерсін, ер жасы, 50 жас деп, Құдайдың өткен жасын жасай бер, келіншегін елдің жастардың жақ күндеріңіз сау болсын. Бағда аға айтып жатыр ғой, кемпірдің баласы деп. Жешеге бағана ағам айтып жатыр ғой,
кемпір шатын баласы деп, сіздің енді қайныңыз болады ғой бұл бала. Қайныңыз, ана менің болатым мен қанатым, мен болат пен қанаттың өкіл мамасымын. Сол сияқты қанатым мен болатым да осында 50 жасқа толып, соң туған күнді тойлай берейік. Құдай сол күнде жеткізсін, жақсылық болсын, 73-те тойларың құтты болсын. Ал апа балаларыңыздың туған күнімен сіздер болмаса Ерген ағам қайтады. Ал Ерген аға туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Ал жеше өстіп Мараттың тойында жақсылыққа немере шөбереге жеткізіп өстіп сіз біздесіп жүргенде тек жақсылық болсын, жастыңыз 100 жасаңыз, Ерген аға жақсылық болсын. Сол ата-анаға рахмет. Аға, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, тәте келіңіз бақытты болыңдар. Келесі той Мараттың тойына келіп, сол той бітпесін. Мына рахмет тілектеріңіз қабыл болсын. Енді қуаныш құтты болсын деп, енді біз айтудан жалықпаймыз ғой. Енді осында жаңғинада бұйыртса Алла қаласа, осы ұлдарыңыз бен келіндеріңізге Алла тағала алтын берсін. 60 нарға жүк артатын дәулет берсін. Ұлдарыңыз бен келіндеріңізге құрметті ағайын жетіл берсін. 70 нарға жүк артатын дәулет берсін. Үйіне қонақ қонам десе қонсын десін, той семізін сойсын десін. Айдарға байлатсын, құлындыға байлатсын, үйіне келген қонаққа қазыранға жайлатсын. Атымтай жомарттың абыройын берсін. Сіздердей ата, сіздердей апа тұрғанда жастар балаларыңыз елдері басуға тиіс. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Ой, менің мынау әнші қатарым тек кішкентайымыздан бірден ұмытып кетті. Ән айтады. Мен енді айтайын деп отырмын, апамыздан ән сұрайын деп отырмын, білемін ғой мен. Қалай тойда болдық. Енді рұқсат болса, менен бұрын апам айтып қойды ғой. Енді той дегенде құлбастау болады деп, осы бүгінгі ортаға шығып отыр екенсіз. Мен емес, апамның өзі арнайы сұрап отыр. Енді рұқсат болса, бір тамаша әніңіз болсын, сіздер бір қол соғып, қошеметтеп, құрметтеп қойсаңыздар. Ал 73 айналайын. Менің баламсыңдар бәрін, жаңқабасымен бірге оққан ерген бәрі. Тойлары құтты болсын, 50 жастары құтты болсын. 100-ге келіңдер айналайын, жандарым менің. Ал Жәлкен, артынан ерген ұлақтың баласы ғой. Аман есен болсын, мінекей көпшілікті шақырып ұланасы той жасап жатыр. Тойдан той бола берсін. Енді Маратты үйлендіріп, оғашы кім бар кім жоқ, соның тойында келейік кешкін. Айгүл, ерген айналайын, жастарың ұзақ болсын. Адамға бірінші не керек? Денсаулық. Денсаулықтарың мықты болсын жандарым. Ал енді қайық батып кейде батпай, жүзіп толқын толқиды. Жарығы сүйіп кейде сүймей, уақыт өтіп барады. Әке дегізген, қазы қарта жегізген, айналайын әкемінен осы қалге жеткізген.
Рахмет, құрмет, қошемет болсын, құрметті қонақтар. Біз осы той иесімен ақылдасқанбыз. Бұл бүгінгі тойда бірінші ән айтқан қонаққа сыйлық береміз деп апа. Мынау сіздікі. Одан кейін құрметті қонақтар, бүгінгі бірінші тойға келген қонаққа сыйлық бар деп. Сонау Ретбоздан бірінші келген Ермек ағамызбен Гүлнар жеңгеміз. Сол кісілерге бір сыйлық берсеңіз. Қошемет қайда? Келіңіздер. Ермек ағайда. Жай жеңгеміз. Бүгінгі тойдың ең бірінші келген қонағы тура 6-та деген 6-5 кеткен деген. Мынау бүгінгі тойға бірінші келгендеріңіз. Рахмет, бір қол қошеметтеп қойыңыздар. Енді ардақты ағайын, мына құрметті қонақтар естімей қалдым, білмей қалдым деп жүрмеңіздер. Мына қазір сіздердің құрметтеріңізге бір тағы да бір тамаша екі би қойылады. Жалпы маған Ерген ағам айтқан, Бекжан, бүгінгі тойда кім той біткенше тоқтамай билейді, сол қонаққа шетелге 10 күнге демалысқа путевка деп. Қай мемлекет дейсіздер ма? Афганистанға. Құдай қаласа соған барып келесіздер. Ертең сағат 11-де газель жүріп, Бішкекке сөртін ұшып кетесіздер. Әрине әзір құрметті қонақтар, қуаныштарыңыз құтты болсын. Бір жақсылап суретке түсіп алайық, келіңіздер. Мынау сүйген ол гүлдер қиян әлі, ал мені сүйген аруым қызыл раушан. Гүлім әсем раушан, шағын гүлінің шалмаған қызыл раушан. Сені маған қызым болсан, өзіңе араймын, бағымды қараймын.
çıkışlarınız kutlu olsun etmeden, hazır sizlerin hürmetleringizge toyumuzlarмен қарай тамаша биімен аш қалдырған ортаға бейшіміздер шақырайық, қарсы алыңыздар. Сіздердің құрметтеріңізге тамаша бей болсын, құрметті ағайын, қарсы алыңыздар. Бүгінгі тамаша биіміздің сіздердің құрметтеріңізге арналады. Тамаша бей болсын, ағайын. Арт-шоу «Балет Сара». Қалай дұрысат болса, бүгінгі 50-ден бастап жатқан 73-тегі ағалар той құтты болсын, бір қосып қошемет көрсетіп қояйықшы. Мына былай істейді. Қатарлардан 4 адам, ағалардан. Мына столдан 4 адам келсеңізді. Арқан тартсаңыз, қазақтың ұлттық ойыны кет қал. Кім шығады екен ортаға келсеңізді. 73-ден кім бастайды екен ортаға келіңізді.